Майра Ғалиева, республикалық үздік авторлық бағдарлама конкурсының жүлдегері. Үздік авторлық бағдарлама. Енді осы конкурс туралы білгіміз келіп отыр. Қандай өздеріңіздің жұмыстарыңызды ұсындыңыздар, сол арқылы қандай жүлделі болдыңыздар, осы тұрғысынан айтып өтсеңіз. Үздік авторлық бағдарлама бұл мұғалімдерге беріліп отқан бір керемет бір мүмкіндік болды. Шығармашылық бойындағы шығармашылығын көрсете алатын, таныта алатын бір конкурстың бірі. 22 жылы бірінші авторлық бағдарламамды жаздым. Эмоционалды интеллект және сыни ойлау деген. Балалар онлайн оқуда болды ғой. Одан кейін бұл 7-ші сыныпта бізде дарынды балалардың мектебінде қабылданады. Балалардың бірден бейімделу оңай болмады. Одан кейін онлайн кезінде сәл олқылықтар болды. Соған қатысты бағдарлама түздім. Бұл жерде енді олқылықты бірінші түзеу, екіншіден бір-біріне жақсы бейімделу мақсатында. Сондай бағдарлама өте керемет өзінің нәтижесін көрсетті де республикада 3-ші жүлделі орынға ие болды. Енді одан 2 жыл өткеннен кейін 3-ші оқу жылында тағы да осының негізінде ары қарай осы 7-ші сыныптан бастап бұл балаларды алдым ғой. Осыны ары қарай жалғасы ретінде балаларды ғылыми жобаға дайындай бастадым. Ол жерде енді әрине психологиялық тұрғыдан дайындау алдыңғы бағдарламада болса, бұл жерде енді балаларды метапәнділік негізде ғылыми жобаға дайындау деп бастап, дәл ол да бағдарлама, бұл енді 1 сағатқа жазылған жоқ, 4 сағаттық бағдарлама болды. Оны да республикаға барып қорғадым, 2-ші жүлделі орынға ие болдым. Енді оның тағы да жетістігі сол, осы жерде мақтанып айтқым келеді. 1 жылдың өзінде осы эксперимент жасағаныма 1 жыл ғана болды биыл. Қалалық байқаулардың, әртүрлі байқаулардың 15 оқушы биылғы жылдың өзінде орынға ие болды. Өзім республикадан орын алдым. Ғылыми жұмыстардың шығармашылықты ары қарай дамыту үшін оқушылар қандай әдіс-тәсілдер қолдандыңыз? Бізде енді осы жаңартылған оқу мазмұны өте керемет бағдарлама ғой негізінен. Бұл жерде оқыту стратегияларымен жұмыс істеу бізге бағытталған. Оқыту стратегияларында бізде зерттеп оқу, талдап оқу, одан кейін жаңағыдай детальды оқыту стратегияларымен жұмыс жасау кәдімгідей бағдарламада көрсетіліп болған. Соған іздене отырып, соны алдыларына тастаймын. Жаңа детальды оқыту ол нағыз шығармашылыққа алып кететін бір стратегияда әрбір сөзін мағынасын зерттей отырып, мысалы үшін жаңағы бесік деген сөздің ол біздің ұлттық өзіміздің құндылығымыз, жаңағы өлеңде берілетін жаңағы бұлақты ақшашты атаға теңейтін кездері бар. Ол жерде де бізде мынау ақшаштың өзі бізде қасиеттілікті білдіреді ғой, шашты бекерден бекер ағармайды ғой негізінен. Соны біз іліммен байланыстыра отырып талдауға бағытталған оқушы өзі ары қарай, енді бірінші кезде бағыт бермеу мүмкін емес қой, осылай көрсетіп өтесің, ары қарай іліп алып кеткен бала, ол өзі бойында бір креативтілігі, сыни ойлау, өзіндік көзқарасы бар бала болып шығады. Методика дегенде оқыту бағдарламасында шығарманы өзінше өңдеп, креативтілік негізде жеткізу деген тағы бір оқу мақсаты бар да. Соған арнай өзім менің жеке бір авторлық әдісім деп айтсам болады. Кавер әдісі дегенді алдым. Ол оқушылардың көңіліне өте қатты шықты. Біз Ахмет Байтұрсынұлының «Ініме хат» өлеңіндегі идеяны жемқорлыққа жиіркеніш ретінде алып соған кавер жаздым. Сөзімді тыңдасын десең қырып жойғын, сол кезде болады сенде үлкен қоржын. Ақылды ел ішінде болам десең, сатып ал диплом менен ел билігін. Бұл күнде тіліңді алар жас пен кәрі, азған жұртқа боп тұрған бірем дәрі. Жұрттың басын шынжырлап айналдыру шайтанның кезекті бір тамағы еді. Бір табақ етпенен шай пара беріп, қымызды шара бетіп, надандар жасап алды бұдан арақ, еңбексіз тауып жүріп малды тегін. Өлең жолдарын береді, сол өлеңді өзінше өңдейді. Бұл баланың ақындығын, шығармашылыққа жетелейтін бір әдіс болып табылады. Сыныпта өзі қатты қызығып, бәрі ақын құсап кетеді. Тек қана ақынды емес, проза жанрынан да үзінділер берсең, соны өздерінше өңдеп отырады. Енді Майра ханым, жалпы методикаларыңызға, жалпы кітаптарыңызға тоқталып өтіңізші. Тағы да 2 кітапты алып келген екенсіз, жаңа алғашқысы. Енді мынау алғашқы жазған мынау шеберлікке үйрету жолдары деген, енді бұл қалада бекітілді. Енді мен көшбасшылықты оқып, онымен шебер педагогпын. Сондықтан біз міндеттіміз жаңа жас мамандарды, үйренгісі келетін мұғалімдердің бәріне біз сабақ шебер сыныптар көрсетуге. Бұл жерде шебер сыныптардың, өзім өтілген шебер сыныптардың жинағы жинақталды. Елге жұртқа қандай тілек жолдайсыздар? Елбасымыз Тоқаевтың адал еңбек ету, адал азаматты құрметтеу дейді. Міне соның көрінісі ретінде адал еңбекті оқушыларыма көрсете отырып, осы әрбір оқушым адал еңбектің бір
жемісін жеген, еліне қызмет еткен азаматтан болса деп ойлаймын. Жоғарыдан көрінгенін, тілді құрметтеу арқылы, осы тілді зерттеп жүру арқылы бұлар басқа биологиялық ғылымды зерттеген, физикадан мықты маман болған тұлғалар болса оған жетсін. Біздің тіліміз қазақ тілі мен әдебиет пәні әрбір ғылымның методологиялық негізі. Құрметтей білуге ұмтылайық.